Бәріңізге қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі ешқандай таразы, миксерді қажет етпейтін, үйіңізде тек қана стакан немесе кесе болса болды, өте оңай торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды қосамыз. Оның үстіне осындай стакан. Егер сізде бұндай стакан болмаса, үйіңіздегі кез келген кесемен өлшеп қосуға болады. Негізі оригинал рецепт бойынша 1 стакан қант салу керек, бірақ қатты тәтті болып кетеді. Сол себепті мен жарты стакан ғана қант қостым. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Миксердің қажеті жоқ, тек қана осылай барлығы бірігіп араласқанша араластырып аласыздар. Оның үстіне 1 стакан айранымызды құямыз. Мендегі айран кәдімгі дүкендегі айран. Қолдың айраны болса да жарай береді. Айранның үстіне 1 шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Араластыру барысында біздің айранымыздың үстіне сода қосқаннан кейін реакция болады. Жақсылап тұрып осы кезде қантымыз ерігенше араластырып аласыздар. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық май, шай қасық емес, ас қасықпен сұйық май қосасыздар. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде електен 1 стакан ұнымызды, қантыңызды өлшеген стаканмен өлшеп ұн қосасыз. Және ас қасықпен 3 ас қасық какао қосатын боламыз. Міндетті түрде қыздар елегіштен өткізіңіздер, себебі арасында түйіршік қалып кетуі мүмкін. Және 1 шай қасық разрыхитель қамыр қопсытқышымызды қосып, үшеуін жақсылап електен өткізіп, сұйық массамыздың үстіне қосатын боламыз. Арасы түйіршік болмайтындай етіп, жақсылап тұрып, асықпай, блинчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Осы кезде қасықпен немесе шанышқымен де араластыруға болады. Кез келген форма жарайды. Мен бұл жерде кальций пайдаландым. Шетін фольгамен міндетті түрде орап шығып, осындай қаймақ сияқты сұйық болады массамыз. Бірінші пешті қызырып, сосын барып 40-45 минутта толыққанды пісіп шығады. Пешке салған кезде міндетті түрде пешті 10 минут алдын қыздырып қойыңыздар. Біздің бисквитіміз 40-45 минутта толыққанды піседі. Суытып барып 3 бөлікке бөліп алыңыздар. Пышақтарыңыз осы кезде үлкендеу болса, тез кесіледі, арасы сынып қалмайды. Біздің бисквитіміз өте жұмсақ болады, ешқандай пропитканың қажет етпейтін, өте дәмді. Бетін міндетті түрде кесіп алып тастаңыздар, себебі бізге крошкасы керек болады. Кремін дайындау үшін осындай варенье сгущенканың пайдаланамыз. Видеода атауын қалдырып кеттім. Оның үстіне 15-20% кез келген қаймақты қосып, жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Араластыру барысында осындай сұйық біркелкі масса болып шығады. Бетін кесіп алған крошкамызды жақсылап қолмен ғана үгітіңіздер. Қатты майдалаудың да керегі жоқ. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай менікі сияқты кальцийға жинасаңыздар өте әдемі жиналады. Кальцийіміздің ішіне ең астыңғы бисквитімізді салып, содан соң барып кремімізді қосатын боламыз. Жақсылап тұрып барлығын осылай жинап, шетіне крошкаларын сеуіп шықсаңыздар болады. Және осы кезде холодильникке 3-4 сағатқа салып қойсаңыздар, одан сайын кремі сіңіп өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Кез келген қонағыңызға, үйдегі балапандарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Және өздеріңіздің мамаларыңызға, әпкелеріңізге, достарыңызға жіберіп, осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Мінекей қараңыздар, жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған Назерке, алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісемін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.